Сәлематсыңдар балалар. Кәні отыра қойыңдар. Біз сабағымыз бастамас бұрын қандай жаттығу жасап алайық? Психологиялық дайындық жасайық. Кәні бәріміз хормен айтайық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүйеміз. Біз талантты жас ұлан үлгі аламыз жақсыдан демек біз. Кәні отыра қоямыз. Сабағымызда біз неге бөлінеміз балалар? Топқа бөлінеміз. Кәнеки 4 топқа бөлінейік. Бірінші топ масса тобы болады екен. Екінші топ ұзындық. Үшінші топ уақыт. Төртінші топ сыйымдылық. Біз балалар осы уақытқа дейін қай тақырыпты өтіп жатырмыз? Өлшеу құралдары. Дұрыс айтасыңдар. Кәнеки енді мен сендерге жұмбақ жасырайын, жұмбақ жасыру ойынын ойнайық. 3 тілі бар. Тақылдаған үні бар. Жұқа тақтай бөлшегі, ұзындықтың әлемі, өлшемі, артық кемді теңестірер, артық салмақ жемес бірер. Кәні, кім табады екен жұмбақтың жауабын? 3 тілі бар, тақылдаған үні бар. Ол не балалар? Сағат. Дұрыс айтасыңдар. Жұқа тақтай бөлшегі, ұзындықтың өлшемі. Ол не балалар? Сызғыш. Дұрыс айтасыңдар. Артық кемді теңестірер, артық салмақ жемес бірер. Оның жауабы қандай балалар? Таразы. Дұрыс. Тақырып өлшеу құралдары. Өтіп атқан тақырыбымыз, Бұл массаны өлшейтін құрал. Таразы. Масса өлшем бірліктері. Миллиграмм, грамм, килограмм, центнер. Тоннаны немен өлшейміз балалар? Таразымен өлшейміз. Өте дұрыс. Бұл ұзындықты өлшейтін құрал сызғыш. Миллиметр, сантиметр, метр, километрді немен өлшейміз балалар? Сызғышпен өлшейміз, Бұл уақытты өлшейтін құрал сағат, секунд, минут. Бұл сағат, Дұрыс айтасыңдар. Бұл сыйымдылықты миллиметр, литрмен өлшейді. Ол не деп айтамыз? Литрмен өлшейді. Бірінші тапсырма балалар, жұптық жұмыс. Кәні, мен сұрағын оқиым. Бұл нені өлшейтін құрал? Сендерге сурет берілген. Нені өлшейтін құрал? Өлшем бірліктерін жазыңдар. Кәні, өзімізді бағалаймыз, Өлшеу құралы не үшін қолданылады? Кім біледі? Өлшеу құралдарының өлшем бірліктерін айтады. Кім айтады, кәні? Дұрыс. Екінші тапсырма балалар. Кім жылдам ойны? Бұл жерде сұрақ, жауап әдісі, сұрақ, жауап. Сағаттың қандай тілі бар? Олар қалай аталады? Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Кәні, кім айтады? Бір сағатта қанша минут бар балалар? 60 минут бар. Дұрыс айтасыңдар. Сағат қандай уақытты көрсетіп тұр? Неше минут өтті? Таңертең сабақ нешеде басталады? Оқушылар сағат нешеде ыстық тамақ жеуге барады? Сабақ нешеде аяқталады? Кәні балалар, жылдам айтамыз. Сағат тілдерін ажыратады балалар. Берілген уақыт өлшем бірліктерін минутты нақты айта алады. Кәні, бір-бірімізді бағалаймыз. Жазда күзде ешқашан мұңайма.
тәттім. Күз келе, бізге кел табиғатқа шаба салма аппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, күз көктемде жазда күзде қосыл бізге. Кәні балалар, үшінші тапсырма топтық жұмыс. Бұл жерде Әлияның салмағы 34 килограмм. Сырымның салмағы 43 килограмм. Ал Санжар мен Маржанның салмағы да сонша. Кәні қалай шығарамыз енді? Маржан 36 килограмм. Санжардікі белгісіз. Ең ауыры кім болды? Кәні табамыз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде бағалаймыз өзімізді. Қандай әдіспен бағалаймыз? Бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз, балалар? Өте тамаша. Отыра қойыңдар. Енді төртінші тапсырмамыз, балалар. Жеке жұмыс. Өлшеу нәтижесін қара дейді. Таразы тілі қандай бөлікке келіп тоқтады? Және қандай санды көрсетіп тұр? Неге? Кәні, бұл жерде не істейміз? Салыстырамыз. 3-ті 25-тен қайсы үлкен, қайсы кіші салыстырамыз, Таразы тілі қандай санды көрсетіп тұрғанын анықтаңдар. Өзімізді не істейміз? Бағалаймыз. Дұрыс, балалар. Кәні, кім тапты екен? Бір-бірімізді бағаладық па? Қорытынды кері байланыс жасаймыз. Не үйреніп, не білдік, балалар? Жаңа тақырыпты. Кім айтады, кәні? Қайсымыз меңгердік? Мен сендерге қазір меңгергендіктеріңді білу мақсатында қима қағазды таңдау арқылы топқа бөліну. Кәні, сендерге қима қағаздың суретін берем. Сол қима қағазды сендер таңдап топқа бөлініп белгілейміз. Сендерге айранның, сағаттың, жуаның, адамның суреті қима қағаздар берілді. Соны сол топқа бөліну арқылы бөлініп отырамыз. Міне, балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыздың меңгердік па? Ондай болса үйге тапсырма аламыз. Үйге тапсырма өлшеу құралдары туралы ақпарат тауып келу. Және номер 5-ші есепті шығарып келеміз.